жаңағыдай енді біз баламыздың бетіне қалай қарайтынын білмей отырмыз. Қазақстанда ашылып жатқан, елдің ақшасына салынып жатқан мектеп, қаланың қақ ортасында Қазақ, Ресей деп тұрған мектеп ашылғанда, халық үндемей ашқызды. Жарайды, сол жерде орысша оқитын балалар бар екен ғой деп. Енді соның қарама-қарсысында ашылатын мектеп араласып болатын қандай несі білмеймін. Түсінбеймін. Одан кейін білім басқармасы мына дүрлік, мынаның бәрін жасап отырған, сол жаңағы отырған ИО директор болып отырған, ИО дейді ғой, мен қазір уақытша отырмын деп, нақты хабарлама жазсын. Қазақ тілінде ашылатын мектеп. Болды. Онда баласын орысша оқытқысы келетін адам жолдың мына жеріне өтеді, сол жаққа барады баласын. Жоқ, жаңағыдай нақты шешім қабылданбағаннан кейін ел дүрлігіп, жаңа ата-ана бір-бірімен қырылысып жатыр. Деп болған екен, оған орысы да өзбегі де береді, қазақша оқысын деп. Сондықтан мен сіздерден сұраймын, мінекей көпшіліктің атынан сұраймын, ол мектеп таза қазақ тілді болу керек. Егер ол мектеп таза қазақ тілді болса, біздің де көңіліміз жай болады. Біз де сезінеміз. Ол біз түгілі бала да айтады қазір. Неге мектептердің бәрі аралас